Ибн Мас'уд радиаллаху анху риwayet етеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Былай дейді: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. Хадисті имам Муслим, имам Ат-Тирмизи риwayet еткен. Қиямет күні тозақты алып келеді дейді. Тозақтың несі 60,000 несі бар дейді? Зимам, яғни 60,000 тізгіні бар дейді. 60,000 шығарылған жібі бар дейді. Ма кулли зимамин 70,000 малакин яжуррунаха. Әрбір жаңағы тізгінді, әрбір жіпті 70,000, кешіріңіз, 60,000, 70,000 кешіріңіз. 70,000 жаңағы несі бар, тізгіні бар. Соны әрбір жіптен 70,000 періште тартып сүйретіп алып келеді дейді. Алла өзі тозақтан сақтасын. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тозақтың жаңағы отының қызуы қаншалықты болады? Мына хадисте бізге сипаттайды. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан: "Нарукум хадихи ма юқаду бану адама джузун вахидун мин 70 джузан мин нари джаханнам." Сендердің мынау адам баласының бұл өмірде жағатын оты дейді. Жағатын оты. Тозақтың отының 70 бөлігінің бір бөлігі ғана дейді. Яғни тозақтың оты пайғамбарымыз айтып отыр, 70 есе не болады дейді? Қызуы күшті болады. Қал валлахи ин канат лакафия. Сол уақытта сахабалар не дейді? Алланың атымен ант етеміз дейді. Мынау біздің мынау жаңа күнделікті жағатын отымыздың жететін еді ғой деді. Сол уақытта пайғамбарымыз айтады: "Иннаха фуддилат алейха би 69 джуз'ан куллухунна мислу харриха." Тозақтың оты мынау сендер жағатын оттан 69 есе артық дейді. 69 есе артық. Әрбір 69-ның әрбірі дейді, мынау сендер жағатын от секілді дейді. Демек, 70 есе, 69 есе біздің жаңа күнделікті отымыздан пайғамбарымыз айтып отыр, саллаллаху алейхи вассалам, артық, содан қызуы күшті деп отыр. Тозақтың оты. Хадисте имам Малик, имам Аль-Бухари, имам Муслим, имам Ат-Тирмизи риwayet еткен. Бір хадисте пайғамбарымыз бұл тозақтың оты қазір біздің күнделікті мысалы пайдаланатын отымыздан 100 есе артық екенін айтып бір хадистерде. Ол хадисте имам Ахмад риwayet еткен. Алла Тағала тозақтың отынан сақтасын бәрімізді.